أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті жамағат, қадірлі ағалар, біздің бүгінгі тақырыбымыз махрам мәселесі болады. Анау сізге махрам, мынау сізге махрам емес деп көп жерде айтамыз. Бірақ адамдар түсінбейді. Махрам дегеніміз не, махрам емес дегеніміз не? Осы мәселелерге тоқтап өтейік. Білесіздер, махрам дегеніміз бізге некелесуге тыйым салынғандар болып бөлінеді. Енді махрамдардың өзі негізінде екіге бөлінеді. Біреуі мәңгілік. Яғни біз ешқандай да бір жолмен ол кісілермен некелесе алмаймыз. Бұған біздің мысалдарымыз, яғни менің анам, әпкем, қарындасым, анамның бауырлары, әкемнің бауырлары, қыз бауырлары, інімнің, ағамның қыздары, қарындасымның, әкемнің қыздары осылай төменге, және де анамның анасы, нағашапамның анасы, осылардың барлығы маған махрам болады. Яғни менің ол кісілермен бірге некелесуім бұл дүниеде немесе ақыретте бұл харам болып есептелінеді. Бұған да біз махрам дейміз. Ал махрам болмағандар кім десек? Махрам болмағандар менің некелесе алатын бүкіл әйелдерім маған махрам емес болып есептелінеді. Яғни мен ол әйелмен бірге бір көлікте жалғыз отыра алмаймын. Немесе бір бөлмеде жалғыз қала алмаймын. Неге? Фитна болуы мүмкін. Екеуі зина қылып қойды. Немесе екеумізге зинахор деген бір жала жауылуы мүмкін. Соның орайында махрам мәселесінде мынаған мән береміз. Мен үйлендім. Менің қайын енем, қайын анам бұл кісі не болды? Маған махрам болды. Себебі мен ол кісінің қызын алдым. Сол сияқты 2,5 жасқа толмаған бір бала, нәресте, бір әйел кісінің емді. Ол да оның сүт баласы болды. Ол да ол кісінің өзімен, немесе балдарымен некелесе алмайды. Бұлар да біздің махрамдық мәселелеріміз. Немесе шариғатта мұсылман адам бір уақытта апалы сіңліні некесіне ала алмайды. Бұл да бізде харам болып қалады. Немесе бір мұсылман еркек 4 әйел алатын болса, оған бүкіл әлемдегі 5-ші әйел алуы харам болып қалады. Бұған да біз махрам мәселесіне талқылап өтеміз. Енді махрам еместер кімдер? Махрам еместер менің некелесе алатыным, менің жақын туыстарым емес болған бүкіл әйелдер маған не болады екен? Махрам емес болады екен. Бұны не үшін айтып жатырмыз? Бізде Ханафи мазхабында әйел кісі үлкен қажылық парыз болып тұрса да бір әйел кісіге, бірақ ол әйел кісінің жан жағында ағасы, інісі, әкесі, күйеуі, балиғатқа толған баласы, немесе нағашысы болмайтын болса, ол әйелдің үлкен қажылыққа сапарға шығуына рұқсат етілмеген, жайыз деп саналмаған. Қараңыздар да. Білесіздер, жолдың тыныштығы, барып келетін уақыттағы үйде ақшаның қалуы, немесе қажылыққа баратын кезде қарыздың болмауы, бұлар еркек үшін, әйел үшін қажылықтың бір шарттары болса, әйел үшін бөлек жақша ашылып, ол әйел өзіне махрам болған бір еркекпен сапарға шығу керек дейді. Сол сияқты мен өзімнің әпке қарындастарымды, анамды Алматыға жалғыз жібере алмаймын, Астанаға жалғыз жібере алмаймын, Ақтөбеге де жалғыз жібере алмаймын. Неге? Себебі ол баратын жерлері біздің тұрған жерімізден 90 километр алыс болады. Бұл да сапаршы үкімінде жүреді. Сапаршы үкімінде жүрген әйелдердің жанында бір махрамы болу керек. Яғни некесі жүрмейтін бір номерлі туысқандары ол кісінің жанында болу керек. Енді үлкен қажылық мәселесіне келейік. Мәселесіне. Бір әйелге қажылық парыз болды. Ол ешқандай жолмен бара алмаймын деген уақытта Малики және Шафии мазхабына тақлид қылып, соларға ұйып, сол мазхабтағы сенімді әйелдердің группасына кіріп барса болады. Кейбір фатуаларда бұған рұқсат берілген. Ал негізінде махрамсыз біз ешқайда шықпаймыз. Енді мынаны қараңыз. Бір еркек үйленді, әйелі бар. Бұл әйелдің де үйінде қайнылары бар. Мына әйел бұл күйеуіне халал болады. Күйеуі әйеліне, әйелі күйеуіне беймал қарай береді, бір-бірімен әзілдесе береді. Бірақ бір қайны, бір жеңгемен әзілдесе алмайды. Қол беріп амандаса алмайды. Неге? Ертең ағасы қайтыс болған уақытында
немесе ағасынан ажырасқан уақытында ол қайнысының жеңгесін алуы мүмкін болып қалады. Енді біздің қазақта бір сөз бар. Бұны түсініп түсінбей айтып жүрген адамдар бар. Мысалы, жеңгесінің бір саны қайнысынікі деп, осы жеңгені, яғни біреудің әйелінен өзіне бір хақ шығарып отыр. Бұл да, құрметті жамағат, харам амал болып есептелінеді. Неге? Біз мұсылмандардың, мұсылман еркектердің бір әйелге шахуатпен, шахуатсыз, күнәға түсу қауіпімен немесе қауіпсіз, әурет жері ашық немесе жауық болса да қарауы харам болады. Бір еркек бір әйелді дінге шақыратын уақытта, қарындасым, орамалыңды тақ, қарындасым, ұзын көйлегіңді ки деген уақыттың өзінде бүкіл денесіне қарап шығу жайыз болмайды. Енді біз не қылып тұрмыз? Күйеуі бар әйелдің өзіне қарап тұрып, сенің Құдай қаласа әмеңгерің менмін, күйеуің қайтыс болған сені мен аламын деп тұрмыз. Бұл сөз харам болады. Неліктен? Шариғатта идда деген сөз бар. Күту мерзімі деп айтылады. Бір кісі әйеліне талақ берген уақытында, егер бір талақ берген болса, ол әйелге барып біздің ұсыныс тастауымыз харам болады. Неге? Оның күйеуіне қайту ықтималы бар. Екінші талақта да күйеуіне қайту ықтималы бар. Егер үшінші талақ берілген жағдайдың өзінде ол әйел 3 ай идда күтеді. Қараңыздар да, 3 талақ түсті, 3 ай идда күтеді. Яғни мерзімі бар. Ол мерзімнің өзінде күйеуі тірі, өзі тұр, барып, сен осы мерзімің біткен екен, маған күйеуге тиді, біз айта алмаймыз. Немесе бір әйелдің күйеуі қайтыс болды, ол әйел жүкті болмаса 4 ай 10 күн идда күтеді. Немесе жүкті болса баланы босанғанша идда күтеді. Осы мерзімнің өзінде күйеуі жоқ, қайтыс болып кеткен. Біздің барып, сен маған күйеуге тисең болады, немесе мен сені аламын деп айтуға біздің ақымыз жоқ, бұған рұқсат берілмеген екен. Енді біз не істеп тұрмыз? Ағамыз тірі, жеңгеміз екеу бақты, барамыз да, жеңге, сізде менің ақым бар, бір саныңыз менікі ғой деп айтамыз. Бұл, құрметті жамағат, харам болады. Яғни, дін менен дәстүр бір-біріне қарама-қайшы нәрселер емес. Бірақ, дәстүр деген нәрсе шариғатқа сай болу керек. Яғни, бізде аруаққа сыйыну, әулие аралау деген мәселелер бар ғой. Бұлар діни тұрғыдан ширк болып есептелінеді. Олай болса біз аруақтарға сыйынбаймыз. Тек қана Аллаға сыйынамыз. Не қылдық бұл жерде? Дәстүрді алып тастадық. Ал мына мәселеде не болды? Күйеуі бар бір әйелге біз барып, сен менікісің деген сияқты бір ишарада, бір белгіде айтып жатырмыз. Бұл да бізге тыйым салынған амал болады. Неге? Құран-ы Кәримде «Ла тақрабу зина» деп бұйырылған. Зинаға алып баратын қандай да бір амалға жоламаңдар, ұзақ тұрыңдар деп жатыр. Бұл не екен? Біреуге қарау, біреуге шахуатпен қарау, біреу туралы басқа нәрселерді ойлау, бұның барлығы зинаға алып баратын мәселе екен. Енді біз бұл жерде ихсан мәселесін айтамыз. Ихсан дегеніміз не еді? Жабраил алейхиссалам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның алдына келгенде, ихсан дегеніміз не деген уақытта Алла тағаланы көріп тұрғанда ғибадат қылу, егер Алланы көріп тұрған болмасаң, Алла тағала мені көріп тұр ғой деп ғибадат қылу деді, амал жасау. Енді мен біреу туралы жақсы немесе жаман ойлап жатырмын. Бұл бәлкім бір әйел, бәлкім бір көрші туралы. Енді мені Алла тағала көріп тұр. Менің мынау ойлап атқан нәрселерімді де Алла тағала біліп тұр дейтін болсам, не болды? Менің ойымда, түсінігімде мынау миымнан өтіп жатқан бүкіл тақырыптардың барлығын Алла көріп тұрған үшін әдепті болып қалады. Егер біз Алла біздің түсінгенімізді, ойлағанымызды, істегенімізді біледі деп осыған сенген болсақ, біз момынбыз, осыған байланысты біздің пікірлерімізде әдепті болады. Ал егер бұған сенбейтін болсақ, Алла тағала менің ойлағанымды білмейді, астағфирулла. Алла тағала болашақта білмейді дейтін болсақ, сіз бенен біз ақидави тұрғыда діннен шығып қаламыз. Айтып жатқан сөзіміздің тоқ етеріне келетін болсақ, жеңгеде қайнының ешқандай ақысы жоқ, қайны мен жеңгенің әзілдесуіне рұқсат етілмеген, қол беріп амандасуына рұқсат етілмеген, күйеуге тиген әйел тек қана өзінің жұбайына ғана халал, және онымен амандаса алады, бір-бірлерінің бүкіл жерлеріне қарай алады. Бірақ та қайнаға деген мәселелер, бұлар неке жүретін адамдар болып есептелінеді. Бұдан сіз бенен біздің ұзақ тұрғанымыз жақсырақ болады. Дәстүрдің де дінге сайы сіз бенен біз үшін пайдалы болып есептелінеді. Вахиру дауана анилхамдулиллахи раббил аламин.